Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге өте оңай, өте жеңіл дайындалатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, 1 кесе қантымызды салып, жақсылап миксермен қант езілгенше араластырып, миксерлеп аламыз. Миксермен жақсылап араластырып алған соң, үстінен жарты кесе сұйық майымыз бен 1 кесе айранымызды қосып араластырамыз. Ұнымыз бен жаздық етелімізді салып араластырамыз. Дайын болған массамызға мейіз саламыз. Тапанымызға силиконды формаларымызды салып, үстінен осылай құйып шығамыз. Кекстарымызды 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің кекстеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Жасалуы өте оңай, үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.